айтамын. Мен бомж болып кеткенмін бе? Түріме не болған менің? Мына экран, мен видео түсіріп жатырмын. Йоу, сәлем, сендер мен Рейзи бомж. Достар, мен видео түсіріп жатырмын, міне уже видео кетіп жатыр. Мен аяқ астынан бомжға айналдым. Мен басында өте керемет летсплейшік болдым, Майнкрафтен түсіретін. Менде актив мықты. Бірақ мен бір хейтер өте көп аккаунтмен видеоларыма дизлайк басып, мені төмен түсіріп тастады. Соның кесірінен мен басқалары кетіп бара жатқанда ұшақты жарып жіберіп, осы қалаға тап болдым. Осы қалада достар бүкілі бар екен. Адамдар шамалы, тек шамалы адамдар екен. Мағаназар өтшенім. Просто странный мағала. Енді осы қалада біз күнімізді көретін боламыз. Даже менде қалтамда тиын, ақша қолыма ақша жоқ өйстен мен бомжға айналып кеттім. Осы қалада выживать ететін боламыз, так что лайктарды басып қойыңдар. Короче, мен осы ұшақ апатқа ұшырады, мен осы қалаға тап болдым. Енді мен бомжға айналып кеттім аяқ астынан. Бұрынғы қазіргі түрімді қараңыздар. Алба-жалба түрім не болып кеткен, мен сақалым өсіп кеткен. Достар, енді біз видеоға қарай. Бұл видеоның бастамасынан бұрын Димон 3 деген өте керемет бір патшаның ұсынысынан бұл арадан сіздер өте керемет дейді видео көре аласыздар. Достар, бұл алда уақытта топ видео шығады, так что тіркеліп кетіңдер. Алыншы достар, біз видеоға қарай кетті. Осының атын екінші каналым, ол Делзи қыстық Аққала деген канал. Оның арасында 15 подписчик бар. Менде 15-ші жазылушы болып тіркелім. Сен де тіркел, 100 подписчик қылып берейік, хотя бы 50. Алыншы біз видеоға қарай кеттік. Мен дейтін, орманда жүремегенен тіпті шаршап кеттім ғой. Бір шамалы қалашық болсын табылса екен. Так, мұн жақтарда не бар? Осы түтін жақсы шамалы ашны далаға тап болсақ екен. Шамалы ашны дала, мұн жерде бутылка неге шашылып жатыр? Еще гүлдер. Демек мұн жақта. Ана қараңыздар. Ана қалама бір нәрсе. Үй көріп тұр мен, ана қараңыздар. Маған қараңыздар, достар, маған қара. Жүгір, тез кеттік жүр. Мұн жерде не пәле? Дүкен дейді. Есі қайда ма дүкеннің? Мен бомжбын. Еще менің қарым жаман ашып тұр. Ішінде барлығы бар шығарым осыда. Қарап кіріп көрейікші. Есі жоқ мұн жерде. Дүкенші қайда мұн жерде? Мұн жерде есік әдемі екен. Мұн жерде не дейді? Мұн жерде бутылка тапсыратын жа дейді. Мұн жерде енді құрылыс бастап жатыр екен. Тіпті керемет. Енді мен бутылка тапсырсам тіпті жақсы болады. Бутылка қанша тұрады екен? Бағалары бар ма екен осы жақта? Бағалары осы тіпті жақсы болады. Так, бағалары бар ма екен осы жерлерде? Дүкен, бутылка дейді. Ішіне кіре аламын ба мен? Ана жерде бағасы тұр екен. Анау Кока-коланкі 100 теңге тұрады екен. Пепси екіншісі 50 теңге. Қателеспесем, көзім көріп тұр ма? Көріп тұр көзім. Үшінші пепси ме? Жоқ, екінші спрайт болу керек. Үшінші пепси. Үшіншісі достар пепси 20 теңге тұрады екен. Ал ең соңғысы ол бір адреналин 10 теңге ма сондай болу керек. 10 теңге ма сондай тұрады. Дәл қазір менің қолымда ақша бар. Бірақ мен қазір сидет бутылка тексерейін. Мұн жақта қымбат бутылкалар тұр ғой. Бутылкадан көп ақша шығады деп ойламаппын. Біз онда осы бутылка теріп, ерінбей еңбек етіп, ақша тауып, баяғы қалпымызға түсу керек. Маған дұрысталу керек. Өткенде мен дейтін біраз летсплейшік болдым, біраз подписчигім болды. Ал қазір айдағы тап болып, бардығынан айлық қалған едім. Біз тездетіп осыларды жинап, тездетіп тапсыруымыз керек. Давайте тездетіп тапсырайық. Мұн жақта бутылка қаптап отыр. Маған почти бүгінге 2000 теңге тапсам да жарайды. Маған 2000 немесе 1000 теңге. Тездетіп жинап, соны тапсырып, сөйтіп тездетіп беріп, бірте-бірте істеп, қайта үйімізге оралып, қалаға қайта оралып, мен летсплей және каналымды қайтадан бастап, ашып, бүкілін дамытуым керек. Мен сіздерге уже оқиғамды айтып берген шығармын.
хейтерді де бүкілін айтқан болатынмын. Енді мен маған осы 18-не жарайды, енді мен апарып тапсырайын. Мен артымда есігі жоқ, қалай кіремін білмеймін маған. Кіре алмаймын. Менде бір идея бар. Короче, мен қазір осыны ашылмаса егер, онда мен адал бомжмын де соны дәлелдеу керек. Енді сундукты ашып, ішіне ақшаны салып, бутылканы салып, ақшаны алу қажет маған. Ақшаны алу қажет, тездетіп. Өткен достар бізге тездетіп ақша тапсырып, өзімізге не істеу керек. Қателеспесем 1800 теңге алуым керек. Мына сундуктен мына жерде мен қазақ айтатын ақша бар. Бірақ достар, мен еліме еңбек етіп, әділ бағамен ақша жинап, өзім тездетіп қайтуым керек. Тездету керек, осы жақты тездетеміз біз. Міне уже 18 теңге алдық, 1800 теңге. Почти 2000. Бүгінге нормальный статистикаға орай. Мен өзіме қазір мына сундуктерді қарап көрейік, бірақ ішінде ештеңе жоқ шығар. Бірақ достар, мен үстіме броня керек, өткенде менде жаңа ұшақтағы үстінде бүкіл мықты киім, мықты не еді. Қазір қараңыздар, тек сынық мықты броня қалғандары жоқ. Мен енді үстіме броня керек, өткені үстім алба-жалба жыртық киім. Короче, көйлегім жыртылып кірлік біткен. Енді уақытша мына броняны алу керек. Қанша теңге тұрады екен? Ақша салып жаттым, кешір. 100 теңге тұрады екен. 100 теңге, мен жерге бір 100 теңгені салып кетейін. Бірақ мен достар адал болмаймын. Бұл жерде алтын, және ең басты алмас тұр екен. Өте керемет. Бұл жаққа мен ақша төлеп кетейін, қазір. Короче, мен 100 теңге салайын. 100 теңге. Осын айтпақшылай броня киіп ойын, маған тамақ керек. Осы керек 100 теңге тұрады екен. Тіпті керемет. Мен үшеуін алсам жарайды. 2-3 күнге азық етем. Осы шеректі или болмаса үйге барып қайнатып, суға салып ішеу жарайды. Маған осы үшеуін алайын. Сосын мен есі жоқ дүкенге мен ақшасын беріп тездетіп кету керек. Кету керек дегенде уже түн батып кеткен достар, қараңыздар. Қазір мен осы жақта түнеуім мүмкін, может, бірақ мен не екенін білмеймін. Түнеймін ба, может, түнемеймін ба достар. Бірақ сіздерге байланысты десем де қателеспейді. Уже далада жаңбыр құйып кетті. Достар, жаңбыр құйып кетті далада. Енді мен ешқайда барғым келіп тұрған жоқ. Өткені қазір мен егер мобтар келіп маған тиіссе, қайттан мен қайтыс болуым мүмкін. Сол себепті мен жаман қорқам шығуға. Өткені мен бір рет уже қауіптен шақ деп құтылдым. Енді тағы да қауіптенер жайым жоқ. Шіркін мебель сататын дүкен болса, бұл жерде тек шкаф тұр, бірақ оның бағасы да жазылмаған, без продажа деген секілді. Есіктен мобтар бұзып кіріп кетпесе. Уже зомби келді достар. Зомби келді, уже зомби. Прикиньте, зомби. Мен енді қалай құтыламын зомбиден? Құтқарыңдар мені, кім бар? Құтқарыңдар мені. Ұйықтап алайыншы. Ұйықтап кейде таң атқанша болу керек сияқты. Мен ұйықтай алмайды, уже менде кровать жоқ. Мен жерде мебель сататын дүкен болмағасын сатып алар едім. Уже скрипчер садағы бар қолымда. Енді осы видеоны істегенге шейін таң атқанша сияқты болу керек. Тездетеміз, ал кеттік. Таң атып кетті уже. Мен ұйқым дұрыс қанған жоқ. Даже дұрыс түн ұялды алмадым. Есікті ашамыз. Таң атты уже. Достар, бірақ мен жаман қобалжып тұрмын. Себебі мына ауылда онша көп үй жоқ. Негізі ауылдың өзі 116-100-ден астам үйден тұратын еді. Бірақ мына жақта үйлер жоқ. Онша көп строительдер жоқ. Короче, достар, мен өткен басында айтқандай, мен қаладан басқа жерге қарай кетіп қалдым. Себебі сол қалада өлтіспейшік болған едім. Енді сол қалаға ақша жинап, қайтадан бәрін істеп қайту керек. Так что достар, лайктарны басындар. Мен негізі достар, және осы бағана айтқандай, мен осы давайте осы выживание бомж рейсиде түсіруге 5-6 адам керек маған. ВК жазыңдар тездетіп.
Давайте, достар, я осымен бомждың бірінші бөлімінде аяқтап қалдық. Енді тезет, достар, ары қарай жалғастыру үшін тезет маған ВК жазып, осы шамал қаланы күйтіп, яғни қала қылып бомж реддитіру керек, я. Әркімге рөлдерін бөліп беремін, так что тезетіңіздер. Давайте, достар, ендеше давайте go, тезетіңіздер, давайте go, я. Осымен, достар, біздің бірінші бомж рейзи бөлімі аяқталды. Давайте go. Is a swell time to go gliding in the one horse sleigh.